Баршаңызға сәлем достар, Малика Шавкат қызының арнасына қош келдіңіздер. Бүгін пахлава дайындаймыз. Егер видео сіздерге қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Ал бисмилля деп іске кірісейік. Алдымен ұнымызды және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қолымызбен үгітіп аламыз. Осылай үгітіп болғаннан кейін оған қопсытқыш қосып араластырамыз. Сосын жұмыртқаның сарысын және қаймақ салып, қамыр елейміз. Пахлаваның қамырына қант қосылмайды және қажетті ингредиенттердің барлығын төменде описаниеге жазып қалдырамын. Қанша мөлшерде керек, барлығын сол жерден көрсеңіздер болады. Қамыр дайын болғаннан кейін оны пакетке орап, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Оған бізге жаңғақ қажет. Грек жаңғағын осылай қолмен немесе блендермен үгітіп аламыз да, қантпен жұмыртқаның ағыменен араластырамыз. Сосын жаңағы қамырымызды алып 4 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін қалған 3 бөлігінен үлкендеу етіп бөлеміз, себебі оны ең астына саламыз. Листімізге пергамент қағазын салып, қамырды осылай жайып, біртіндеп осылай арасына салмасын сала отырып, біз пирогымызды жинайтын боламыз. Жаңағы дайындап қойған начинкамызды көз мөлшермен 3-ке бөліп алып, осылай салып шығамыз арасына. Сосын қамырды жайып, біртіндеп үстінен қойып шыға береміз. Соңғы қамырды пирогтың бетіне қойып, ең астыңғы қамырмен шет-шетін біріктіріп, жауып шығамыз пирогты. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, порционны бөліктерге бөлеміз. Енді әрбір бөліктің үстіне жаңғақтарды қойып шығамыз. Мен жаңғақтарды алдын ала пешке қойып, қуырып алдым. Міне дайын. Енді пирогтың жаңағы бөліктері жеке-жеке көрініп тұру үшін арасын осылай кесіп шығамыз. Пахлаваны 180 градуста қызып тұрған пешке салып, 25-30 минуттай пісіріп аламыз, қыздар. Дайын болайын деген кезде бір қасық балмен ыстық суды араластырып жіберіп, бетіне құйып шығамыз. Міне осылай дайын болып шығады, қыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, бұл ең оңай дайындалатын рецепт. Егер менің рецептім сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, өздеріңіздің құрбыларыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.